20 январь 26 жыл мен қомағып емірген. Міне үйге келіп шай ішіп жан кірді. Таңертең қарсылап отырмын енді. Енді біз шалдар шай ішіп жүре алмаймыз ғой. Өткен жол 14 ағашта болғанда құрақ ағаш жарлаған бір тәулік шай шыдай алмадым. Сол шай ішуге тура келді. Қайт бұл жігіттер, ояндар, бейбітшілікке шығыңдар. Қорықпаңдар. Біз көп болып шықсақ, полицейлер қуана біздің жаққа қосады. Олар өздеріне ғана шығасы екі дұрысын істей жалғасын деп. Бай мемлекетті бәріміз қайшымыз. Бәріміздің басымызда кредит бар. Ана полицейлердің өздері кредитті. Оларды қайшы. Қайт бұл жігіттер, ояндар, шығыңдар бейбітшілікке, қорықпаңдар. Білем келесі бейбітшіліктің алдымен тағы құлдар қалмайды. Ақырет айтып тұрғаным, анда баран ашын өлем. Мүмкін сосын падыр осы көтерілетін шығар. Жігіттердің беттерін айтамын, сендер қатыннан жамансыздар деп. Ана жан өзінде қыз келістер сендер мықты деп. Сендер солар құрылы жоқсыңдар деп. Айтпаймын жігіттер, ояндар. Әлі мен жұмыс тартып алды, машина тартып алды. Арны қашыға алдап кіріп тоқталдым айтқандай. Сол. Мен мінезім жуас менікі. Олар ойлаған жоқ мені қайшылап шығады деп. Сол өткен жылы, алдыңғы жылы күзден бастап қайшылап шығып жүрмін. Өткен қыста бір күн шықпағам. Келесі күні бір еркек келіп мені туысын көргенде қуанып тұра, көптен көрмегендей. Не болса, кеше қайда болдыңыз дейді. Кеше аяз болды, жер болды, шыққан жоқпын. Мен уайымдап жүрген дейді, сіз қайыр қамып қатысады ма деп. Сол. Жігіттер ояндар, шығыңдар бейбітшілікке. Қорықпаңдар. Бай мемлекетте бәріміз қайшымыз. Біз ана Эмираттарға тұрмыз керек. Оларда мұнай мен газы ғана, бізді бүкіл таблесімен елегі бар. Ең қайшы халқымыз қазақтар. Қорқақпыз. Бәрі емес анда, жан өзінде даже қыз келіншектер біздің еркектер мықты. Олар шығады. Осы видео пікір жазыңдар, таратыңдар осы видеоны. Өтінемін. Шетел көрсін қалай біз бай мемлекетті қайшылап жүрген.